Достар, бұл иттінің түстер дөңгелегі. Қараңыздар, табиғатта қаншама әдемі түстер бар, ал сіздер барасыздар да тек қана қара, сұр, ақ, бежевыйды киіп аласыздар. Одан да басқа дәмді, жарқын түстер қаншама табиғатта. Бүгін сіздерге ең оңай, үйлестіруге ең оңай схеманы көрсеткім келіп отыр. Ол екі түстен құралатын түстердің үйлесімділігі. Например, осындай кругта бір-біріне қарама-қарсы жатқан екі түс әрқашан бір-бірімен үйлеседі және олар контрастты бір схема береді. Яғни контрастты деген сөзіміз, егер сіз тура сондай екі түстен бір-біріне қарама-қарсы контрастты екі түстен киім кисеңіз, сіз бірден көзге түсетін боласыз. Мысалға, қызыл мен жасылды алайық. Былайша қарасаң, екеуі бір-бірімен өте алшақ сияқты, бірақ бұндай үйлесімділікте киім киген адам байқалмай қоймайды. Мысалға, қараңыз, табиғатта ол қалай кездеседі. Міне, кәдімгі раушан гүлдер, жасыл бұтағы, қызыл гүлі. Міне. Оның кейін қызылдың басқа да холодный, мына жерде более теплый, холодный түсі бар, ол міне розовый. Міне, жасылдың бір түсі, қызылдың бір оттенегі розовый. Тоже әдемі. Солай үйлестіріп кисеңіздер болады. Попробуйте.